Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақ жобалық жұмыс. Сабақтың тақырыбы пароль сенімділігі, жоба құру. Бүгінгі сабақтан браузер параметрлерін қолдануды және өз пароліңді сенімді парольге ауыстыруды үйренетін боласыңдар. Жобаның мақсаты бұрынғы парольді сенімді парольге алмастыру, сенімді пароль критерийлерін айқындау. Жұмыс барысы компьютерде қандай браузер бетпелге орнатылғандығын анықтау. Парольді ауыстыру, сенімді пароль критерийлерін пайдалану. Қажет сайттарға тіркелу, қойылған парольдің сенімді екендігіне көз жеткізу. Олай болса, бірінші тапсырмадан бастап орындаймыз. Жұмыс жасап отырған компьютеріңде қандай браузер орнатылған және қандай бетпелгілер қосылған? Дәптеріңе жаз. Мысалға түсінікті болу үшін менде Mozilla, Google, Amigo деген браузерлер орнатылған. Және қандай бетпелгілер қосылған? Осыларды дәптерімізге жазамыз. Келесі екінші тапсырма. Өз электронды поштаңды құрып, оған пароль қоюды білесің. Енді өз пароліңді сенімді парольге ауыстырып көр. Яғни өзіміздің поштамызға кіреміз және астыңғы жағында настройки деген бар. Осы батырманы басамыз. Одан кейін барлық баптаулар деген батырма бар. Осы батырманы басамыз. Одан кейін осындай бет пайда болады. Бұл жерде безопасность деген батырманы басамыз. Және осы жерден кішкене төмен түскеннен кейін міне изменить деген батырма бар. Осы батырманы басамыз. Бұл жерде текущий пароль деп тұр. Осы жерге алдыңғы поштамыздың паролін жазамыз. Одан кейін жаңа пароль деген жерге сенімді жаңа паролімізді жазамыз. Енді өз паролімізді мына батырманы басу арқылы көруімізге болады. Осы парольді көшіріп астыңғы жағына қойып қайталаймыз. Және изменить пароль батырмасын басып өзгертеміз. Келесі үшінші тапсырма. Мына көрсетілген сайтын ашып, тіркелген сайтқа сенімді парольмен логин қой. Сен осы сайтта тапсырмалар жасайсың. Сондықтан логиніңді блокнотқа жазып, пароліңді есте сақта. Балаларына көрсетілген адресті мына жерге жазамыз. Одан кейін Enter батырмасын басамыз. Сол кезде бізге осындай бет ашылады. Бұл жерде кіру батырмасын басамыз. Енді сендер жаңадан тіркелулерің керек, ол үшін создать новый аккаунт деген батырманы басамыз. Дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде аты жөнімізді жазамыз. Келесі мына жерге өз поштамыздың адресін жазамыз. Және сенімді паролімізді орналастырамыз. Парольді қайталаймыз. Және мына арада келісу батырмасын басамыз. Одан кейінгі мына жердегі алаңға мына берілген кодты жазамыз. Және құру батырмасын басамыз. Мінекей осы сайтқа тіркелдік. Енді алдағы уақытта осы сайтпен тапсырмаларды жасап отырамыз. Оқушылар барлығы түсінікті болатын болса, дәл осылай 3 тапсырманы да орындап шығамыз. Балалар, енді жасаған жұмысың өзіңе ұнады ма? Қандай тапсырманы орындау қиын болды? Осы сұрақтарға жауап береміз.